Республикадағы музей культура канынды культураны саблық 9 жазы Генрих Батстың 90 жазыны шарыдылған «Грани таланта» атты шаячы ерешткен. Бер келген шонны видео көздігілері пастыры писательның шүшті шолының таныстырғанар. Ол аймақ шерлері жеш орық жүрген кізі. Тайғады шүшті ғылық авторға да әчіткан. Аңнерға пазы палықчырға қынжан. 1906 жылды тізің, ол шаяшы жылдар тартылы қалған. Литература бірігізінде араласыған, аймақ темалар жапасыған. Байрамны ерді шон алына Генрих Батстың оныға шағын кендезі сығарылған. Музейлерді, библиотекаларды аның тоғыстары көп шыл барған. Біздің музейда, библиотекада и біздің фонда бар Генрихтің немелері. 31 картина біздің музейда хранилище бар. Оказывается, Генрих Генрихович не только писатель болған, и жақсы хостчы болған. Генрих Генрихович қайлық кізі болғаныңар оға көп қанық немелер жоқты берген тұлмазы Эльвира Батс. Ол Чершаяның пек балғалыс барған кізі болған. Аны қойнында тынанған тұстары қажанда теке бар бажаңнар. Де ол 40 азыр хос шайып салған. Турхансктың алтонның шылда перкелгенер и ачурда шуртаннар. Лесник Полов тоғынып, прай по пейзажтаны көріп, біздің Хакасияны прай шөріп, қадетігі қынысқан ол шерге и праяның қостары біздің қадетігі природаны көстікен. Писатель Генрих Батстың тоғылақ жазыны шарылған ерлер январай тозы ештірілгенар. Анды қады тоғынған арғыстары, тоғын шағынары, чая чауысты сағызға кергенар.